Бүгін енді алғыс айту күні ғой, сондан керемет күні кездесіп отырмыз. Көктемнің бірінші күні құтты болсын. Ең бірінші сөздің басы бісміллә дейді. Бірінші алғысты әлбетте бізді жоқтан бар қылған 18 мың ғаламды жаратып, барлығын біздің игілігімізге берген бірінші Алла тағалаға алғыс айтамыз. Екінші алғысты осы ресторанды бізге тегін берген Айсұлу қарындасымызға, Рахымжан бауырымызға алғыс айтамыз. Бізге демеушілік танытып атқан. Сосын біз осы бүкіл шараны ұйымдастырып, ыстығы мен суығына күйген Абайжан қазақ мәдениетінің директоры Мира Леди ханымға алғыс айтамыз. Және бүгін тойға, садақаға, қарын тойдыратын жерге кетіп қалмай, рухани азық аламыз деп, алтын уақыттарыңызды қиып, нәпсілеріңізді жеңіп, тренингке келген сіздерге алғыс айтамыз. Енді қазақта бір жақсы сөз бар ғой, адамға рахметі жоқтың, Құдайға да рахметі жоқ дейді. Шабанбай би деген керемет би өткен арқада. Сол Шабанбай би айтады екен ғой, Аллаға жағайын десең азанды бол, ағайынға жағайын десең қазанды бол, халқыңа жағайын десең әділ бол, жердей берік бол, судай таза бол дейді екен. Сондан біздің де қазіргі кездегі осы қазақ халқының ең басты алдында тұрған ең үлкен проблема сол үзіліп қалған ата-баба рухани мұрасымен жалғану. Бізде негізден бәрі бар. Бірақ өкінішке қарай соны үзіп алғанбыз ғой. Сол қазіргі кезде тәуелсіздік алғандағы ең басты нәрсе, ол не? Сол үзіліп қалған қан тамырларға ептеп жан жүріп жатыр. Үзіліп қалған каналдарымыз ашылып жатыр ақырындап. Сондан бүгін жақсы жаңалықтар әлеуметтік желіде жарияланып жатыр. Кеше ғана президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Қазақстанда бір ұлт бар, қазақ ұлты, қалғандардың бәрі этнос деген ресми түрде жариялады. Бұл керемет нәрсе. Өйткені бұрын біз көп ұлтты Қазақстан деп келдік қой. Көп ұлт деген сөздің өзі ол өте қауіпті сөз. Неге? Өйткені ұлт болғаннан кейін оған жер беру керек. Ұлт өзі үш нәрседен тұрады ғой: жер, ұлттық сана, тіл. Біз бұрынғы советтік шабуылмен көп ұлтты деп келдік, кейін түзелдік. Неге? Өйткені бізде бір ұлт бар дейді, яғни қазақ ұлты. Және ұлтаралық тіл, бұрын орыс тілі ұлтаралық тіл деп келдік. Язык межнациональный общение. Енді қазіргі ресми түрде тағы да оқысы әлеуметтік желіде оның хатшысы жариялады, Беркуәли. Бүгіннен бастап ұлтаралық, этносаралық тіл, ол қазақ тілі, мемлекеттік тіл болады деді. Бұл да үлкен қуаныштар, шынында да. Өйткені шын мәнінде біз өз жерімізде жүріп, өз тілімізде сөйлемесек, өзіміздің ата дәстүрімізді, өзіміздің мәдениетімізді ұлықтамасақ, онда бізді әлемде ешкім сыйламайтын болады. Сонда қазақтың керемет дәстүрі бар: өзіңді өзің сыйласаң, жат жағынан түңіледі дейді. Сонда мына өзімізді сыйлаудың ең үлкен көрінісі бұл тілге деген құрмет. Бұл тілді неге сонша біз тілге жабысып қалдық? Мысалы, біреулер айтуы мүмкін, мысалы, тілсіз де мемлекет болып отқан халықтар бар ғой деп. Бірақ шынында да қарасаңыздар, 1947 жылы Палестинаның жерінен ойып алып, Біріккен Ұлттар ұйымының шешімімен Израиль мемлекеті құрылғанда олардың тілі жоқ еді ғой. Олар тілсіз болмайтын болғандықтан қолдан иврит тілін жасады ғой. Соны үйреніп алды ғой қазір. Біз бар тілді үйрене алмай отырмыз ғой, масқара емес пе? Бізде бар жайнап, қайнап, кенересіне сыймай тұрған бай, ұшан теңіз, 100 том бабалар сөз шықты, 100 том, сөзсіз бе? Біз не істеп жүрміз? Өзіміздің баяғыда Есенғали Раушанов деген ақын Германияға ұшып келіп жатып, көңілі толмай фестивальға, театр фестиваліне барған, көңілі толмай жатып, қайтып келіп жатып айтып дейді ғой: ей, аңғалдық, алтынның үстінде отырып, біреудің күмісіне таңғалдық деп айтты дейді. Тура сол ғой біздің жағдайымыз. Біз алтын үстінде отырмыз ғой. Мынадай тіл, мынадай дәстүр, мынадай фольклор, том-том батырлар жыр, ертегілер, мысалы мынау орыс орман дейді ғой, сонда мысалы азуын
билеген орыстарда фольклор жоқ қой. Не жоқ, жыр жоқ қой. Бір ғана жыры бар, слово полку Игореве. Оның өзін Олжас Сүлейменов қазақты қылып шығарды. Бізде қараңыз, қанша жыры бар, қаншама батырлар жыры бар. Сөйтіп отырып, баламыз қазақша сөйлемейді дейді. Содан ол, мен өзім ойлаймын, бұл неден, бұл әгі жігерсіз адам жетімсіреп тұрады дейді. Сол осының бәрі соның қадіріне жетпегендіктен, соның бәрі түйсінбегендіктен, және ең бастысы мынау сенім деген бар екен, сенім. Мысалы, Күн-Фудзыдан сұрапты, ұстаз мемлекетті басқару үшін не нәрсе керек дегенде, Күн-Фудзы айтыпты, мемлекетті басқару үшін 3 нәрсе керек депті. Ол қару-жарақ, азық-түлік және сенім деген ғой. Осы үшеуінің біреуін құрбандыққа шалу керек болса, қайсысын құрбандыққа шалуға болады деген айтып дедім. Қару-жарақсыз мемлекет болуға болады депті. Өйткені сіздер білесіздер, Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Жапония қару-жараққа тыйым салды, ештеңе жоқ. Әлемдегі ең мықты мемлекеттен бірі отыр, қару-жарақ ұстамайды. Қару-жараққа кеткен бүкіл ақшасын ғылым мен техникаға жұмсады. Екінші, енді азық-түлік пен сенім қалды дейді. Осы екеуінің біреуін құрбандыққа шалу керек. Қайтеміз дегенде айтты дейді ғой. Сенім жоқ жерде ештеңе болмайды деп айтты дейді. Сенім депті, ол арбаның жетегі сияқты депті. Арбасыз жетек жүрмейтін сияқты. Сенімі жоқ жерде ешқандай іс, ешқандай мемлекет, ешқандай отбасы, ешқандай еш нәрсе жүрмейді дейді ғой. Сонда қазіргі кездегі ең басты біздің атқаратын ең басты нәрсеміз ол қазақтың жоғалған сенімін қайтару. Болды. Өзіне өзі сенетін халық, өзіне деген сенім ұялайтын халық ешкімнен қорықпайды, жалтақтамайды. Өзінің тілінде, өзінің ата дәстүрін ұстап, байда бақуатта ғұмыр кешеді. Сондан қазіргі кездегі мына отбасындағы кикілжіңдер, ажырасулар, қазақтың жаңа басын қосылмайтыны, неше түрлі қоғамдық дерттердің бәрінің негізінде не жатыр? Сенімнің жоғалғаны. Өйткені өзіне сенбейтін адам, ол бүкіл жерде берекесіздік танытады екен ғой. Отбасында өзіне сенбейтін еркектің әйелі сыйламайды. Әйелі сыйламағаннан кейін болды ғой енді. Сенім жоқ болса, қойшы сен десе, біттің ғой енді, өлдің ғой енді. Немесе еркек әйеліне сенбесе, бала әкесіне сенбесе, қыз шешесіне сенбесе, не болады онда? Сондан Абай айтқан бір керемет сөз бар. Сене алмай, ал сенбеген адам ешкімді сендіре алмайды екен ғой. Сене алмай, сендіре алмай, серменде күй кешеді дейді. Міне. Сонда қазіргі кездегі біздің осы тәуелсіздіктің ең басты жемісі, ең басты бізге берген үлкен Алланың сыйы, ол не? Кешегі жоғалған сенімді қайтару. Ол сенім қалай қайтты деген кезде, қалай жоғалды деген кезде, бұрын өз-өзіне сенген, жер дүниені тітірентіп, империялар құрған біздің бабаларымыз, қазір мысалы сіз айтыңызшы, осы қазақ 300 жыл бойы Ресей империясын басып, соларға салық төледі десең, қазір қазақ сенбейді, қой, өтірік айтпа дейді. Рас па? Ертегі сияқты. Шын мәнінде 300 жыл бойы біздің бабаларымыз мына бүкіл орыс орманға салық төлетіп, солардың мәдениетіне әсер етіп, оларды ел қылып берген. Қазір орыстың өздері жазып жатыр, орыс тарихшылары. Бізді ел қылған дейді. Шыңғысхан, соның ұрпақтары, Алтын Орда, Жошылысы, Батухан, осылар бізді ел қылып берді деп өздері жазып жатыр орыстар. Енді біз қазіргі кезде сол өзімізге сенбегендіктен біз не істеп жатырмыз? Шыңғысхан қазақ емес, құрсын, Шыңғысхан жауыз, Шыңғысхан оңбаған десе, орыстар айтады дейді. Біз Шыңғысхан ұрпағымыз, Шыңғысханды бізге беріңдер. Сөйтіп жатыр да, біз не істеп жатырмыз? Біз анау әбден жаңағыдай құл болып кеткенбіз ғой. Өзіміздің бабамыздан өзіміз бас тартып жатырмыз ғой. Жоқ, Шыңғысхан қазақ емес. Шын мәнінде бір академиктер айтады ғой, Шыңғысхан қазақ болса не болады деп. Шын не болады? Ең бастысы ұлттың өзіне деген сенімі қайтады. Неге мысалы қазақ баласын тәрбиелегенде міндетті түрде бір атасы батыр болып шығады? 7-ші атасы, 6-ші атасы. Не батыр, не би болып шығады. Неге?
Өйткені ана өсіп келе жатқан балаға не керек? Үлгі керек. Өсіп келе жатқан бала өмірдің қиын, қысталаң, бұралаң соқпақтарында адасып кетпес үшін, кеудесін көтеріп, ешкімге кеудесін бастырмау үшін сенім керек. Ол сенімді ұялататын бабаларымыз және олардың ерлік істері. Сондағы ең үлкен, ең соңғы империя, ол біздің осы бабаларымыздың империясы. Қазіргі біз сол Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошы ұлысының жерінде отырмыз. Және ең кереметі, Жошы біздің жерімізде жатыр, Ұлытауда. Міне байқайсыздар, сондықтан осындай нәрселер тарихты білу үшін не үшін керек дегенде, өйткені қазіргі кездегі өзіне өзі сенбейтін, өз-өзін құрметтемейтін адам, ол ешқандай салада жетістікке жете алмайды. Не бизнесте, не әдебиетте, не музыкада, не әлеуметтік өмірде. Сондықтан біздің негізгі мақсатымыз бүгінгі сіздермен жиналған сол қазақтың өзіне деген сенімін қайтару, соған бір септігімізді тигізу, сондай бір ешкімге жалтақтамай өмір сүру үшін шын мәнінде қазақтың бай мәдениетінің бар екендігі, оның дәмін татып, және оны тек қана айтып қоймай, соны бойға сіңіріп, қазақ болудың мәртебе екендігін, қазақ болудың мақтаныш екендігін айтатын күн келді деп ойлаймын мен. Өйткені шын мәнінде қазақ болу ол үлкен мәртебе. Сіз білесіз, мынау казактар бар ғой, мынау Жайық бойында казактар, Поволжьеде казактар. Олар кімдер? Олар кешегі Ресей империясынан қашып, қазақ боламыз деп келгендер ғой. Оларды қ әрпімен болмағаннан кейін өздерін казакпыз дейді, сөз бе? Өйткені сол кезде қазақ болу қандай болды? Өйткені қазақ болу ол еркіндік қой. Қазақ болу ол еркін ойлау. Қазақ болу желден жүйрік атқа мініп, желмен жарысып, күнге қарап өсетін өр қазақ болу талай адамның бұрын арманы болған. Сондықтан қараңыздар, казак боламыз деп келді ғой олар, қазақ боламыз деп. Сондай бір күн туады деп ойлаймын, егер біз өзіміз сыйласақ, талай этностар, талай халықтар қазақ боламыз деп, біздің қазақ болып жазылып, ал қазіргі кезде неге олай емес дегенде, қазіргі кездегі көп қазақтар өзінің қағынан жеріп, мен қазақ екендігіне ұяламын, өз тілінде сөйлемей, өз-өзін менсінбей, осының бәрі не дегенде, бұның бәрі әрине кешегі 150 жылдық отаршылдықтың теріс зардаптары. Содан біз бүгін ақырындап не істеуіміз керек? Жазылуымыз керек. Бұл кесел ғой, ауру, сөзсіз бе? Сонда да андай әңгімелер айтылады. Бұрын қазақ деген ел болмаған, қазақ дегеніміз бір-бірін жаңағыдай басы қосылмайды, қазақ дегеніміз жаңағыдай орыстар болмаса күн көре алмайды деген әңгімелер болды. Құдайға шүкір ғой, мысалы. Қазақ дегеніміз жаңағы жалқау, неше түрлі сөздер айтады қазақ туралы. Қазақ деген техникаға жоқ. Қазақ тіпті сауда жасай алмайды дедік қой. Қазір керісінше сауданы қазақтар өзбектен асырып жүрді. Техниканы меңгеріп жатыр. Сөйтсек ол Хайек деген кісі болған, ағылшын экономисі ғой, Хайек сол айтады ғой. Ол нарыққа бейімді, не бейімді емес халық деген болмайды дейді. Тек қана дейді, оларды өсіретін, не өсірмейтін жағдайлар ғана болады дейді. Ал енді бүгінгі тақырыпқа келетін болсақ, бүгін біз ақыл туралы әңгімелесеміз. Бұл ақыл деген нәрсе қайдан келді? Бұл ақыл деген не? Бұл ақылды қалай өсіреміз біз? Ақыл не үшін керек бізге? Мүмкін ақыл, мүлдем керегі жоқ шығар. Мүмкін қазіргі кезде кейбір адамдар айтады, мысалы, ойланбаңдар, жалпы ойланбаңдар, ойласаң бір пәле болады, одан осылай жүре бер деген сияқты қиғаш әңгімелер де бар. Сондан осы әңгімелерді бүгін сіздермен пісіреміз бұйыртса, сіздермен бірге, көбіне піскендей, қамырды илегендей, иін қандырып, осы шын мәнде ақыл не үшін керек бізге? Осы біз сіздер бүгін міне ең үлкен жетістік, ең үлкен жеңіс, ақылдарыңыз жетіп, осы әңгімеге келіп отырсыздар. Енді ақыл жетпеген адамдар келмей қалды. Неге өйткені? Рас қой енді. Олар айтты мысалы, қой құрысын, өзі 7 күнде бір келетін бүгін сенбі ғой, жексенбіде Құдай сақтасын барып миымды ауыртып отырам ба? Одан да мен қарынын тойдырып, көжемді ішіп, диванда жатпайым ба деген әңгімелерді айтылады. Енді қараңыздар,
Осының бәрі қайда тұрды деген кезде, осының біздің бәрін қайдан аламыз дегенде, сіздер білесіздер. Қазақтың әулиесі Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы деген кісіні білесіздер ме? Шығармасын оқыдыңыздар ма? Оқыған жоқсыздар, иә? Иә, мен ылғи айтам. Жалпы бір шығарма айтам, мен айтам. Менің енді арнайы методикам бар өзі. Оқымаңыздар деп айтам. Оқымаңыздар. Сосын жұрт айтады, неге оқымаймыз біз? Сонда ана адам табиғаты солай екен. Оқы десең оқымайды екен де. Біреулер ойлап қояды, мына кісі есі дұрыс па? Неге оқыма деп айтады. Мен ылғи айтам, оқымаңыздар. Мәшһүр Жүсіпті оқымаңыздар. Деймін ғой, иә? Соны адамның реакция пайда болады екен. Неге мен оқымаймын? Иә, сонда қазақта бір не бар ғой, жұмбақ. Ти десем тимейді, тиме десем тиеді. Ол негізі ерін туралы емес екен ғой. Ол адам табиғат туралы екен. Адамға, мысалы, тұрмысқа шықпай жүрген қыздарға айту керек, тиме. Тиме, осылай жүре бер. Тиме десең, мә дейді. Біз не дейміз? Ти дейміз де, ол тимейді. Соны егеріп алыңыздар. Бүгіннен бастап айтыңыздар, тиме. Вообще тиме. Осылай жүре бер, әдемі болып. Сонда бүгін енді араларыңызда тұрмысқа шықпаған қыздар болса, иә, құлақтарыңызға алтын сырға емес. Қандай сырға? Күміс сырға. Алтын сырға деген естімесін деген орайда айтылады екен. Мысалы, бір үлкендер отырып, бір жас қыз бала немесе келін отырса, естімей қойсын деп айтады екен. Келіннің құлағына алтын сырға. Естімей қойсын деген мағынада айтылады екен. Сонда күміс сырға деп естісін деп айтады екен. Сонда мына біздің қарындастарымыз болса, иә, құлақтарына күміс сырға, өйткені біз өсуіміз керек, өнуіміз керек. Сіздер білесіздер, қазіргі кезде қазақ қоғамдағы басты проблема не? Ол демография. Демография. Біз өсуіміз керек. Соған біздің кішкене ақылымыз жетпей жатыр, шыны керек, е? Рас па? Ақыл жетпей жатыр. 1989 жылы, 1989 санақ бойынша Өзбекстанда 19 миллион халық болған екен. Қазақтарда 16 миллион болған екен. Енді 2019 жылы өзбектер 34 миллион, қазақтар 18 миллион. Өзбектің өсуге ақылы жетіп отыр. Біздің ақылымыз жетпей жатыр. Қазір оның себептерін айтамыз. Енді сол Мәшһүр Жүсіп атамыз айтады, дүниеде 72 тілі бар дейді. Енді одан да көп қой, білесіздер. Дүниеде 2000-нан аса тіл бар, 220 мемлекет бар, иә? Бірақ қазақтың өзінің сөйлеу несі екен жаңағыдай. Сондай сөйлеу үрдісі 72 деген сөз. Енді көп деген мағына бар ғой. Мысалы қазақта 77 атаңды деп боқтайды бір-бірін. Сол 72 тіл бар дейді. Соның ішіндегі ең асылы, ең байы араб тілі дейді. Оның асылдығы Құран ғарабина деген аятпен бекітілген дейді. Одан кейінгі бай, одан кейінгі асыл тіл ол қазақтың тілі дейді. Осы жүрген қазақтардың бірде-бірі дейді. 19 ғасырда айтып отыр, қараңыз. Әлі орыс келмеген, қаймағы бұзылмаған қазаққа айтып отыр сонда. Осы жүрген қазақтардың бірде-бірі сол ата-бабасының тілін білмейді дейді. Шіркін білседі ғой дейді. Дінде, ғылымда, әулешілікте қазақтың тілінде тұр дейді. Сонда қазіргі кездегі ең үлкен проблема қандай? Ол қазақ болу проблема болып тұр. Сонда Жүсіпбек Аймауытұлы айтқан ғой. Қарапайым адамның дейді, мәдениетті болу оңай дейді. Яғни мәдениет деген не? Оң қолға пышақ, сол қолға шанышқы дегендей. Салфетканың терін сүртуге болмайды деген сияқты. Этикеттер, әртүрлі әдептер, оны үйретуге болады. Бірақ мәдениетті адамның қазақ болу қиын дейді. Қазір ең басты проблема ол қазақ болу. Ал қазақ болу деген не? Ол тілді меңгеру. Тілдің мынау биік, тереңдігі мұхиттан терең, парасаты шыңнан биік, ұшқырлығы қыран құстың қанатынан шұқыр қазақтың тілі бар. Соны меңгермейінше, сол тілді бойға сіңірмейінше қазақ болу қиын екен ғой. Біз бүгін сіздермен сол ұлан ғайыр үлкен мақсаттың
бір тамшысы болса да бойымызға сіңіріп, өйткені сіздер білесіздер, қазақ айтады ғой, үлкен ұлы жолдар бір қадамнан басталады, алғашқы қадамнан. Біз сіздермен сол қазақтықты меңгеруге жол сондай бір бүгін бастаймыз ақырындап. Өйткені бұл қазақтықты меңгеру дегеніміз ол өте ғажап нәрсе. Сіздер білесіздер, мынау сіздер білесіздер, грек мәдениеті Европа мәдениетінің алтын бесігі. Сонда немістің ұлы философ Ницше айтады, гректердің дейді, неге осыншама әлеуетке ие болды, неге олар сонша күшті болды, неге олар гректің философиясы, гректің математикасы, геометриясы, шешендік өнері, яғни бүкіл Европаға лашқан кезде старт берген грек мәдениет, сіздер білесіздер. Неге деген сұраққа сонда Ницше айтады ғой, өйткені оларда басқа тілді меңгеруге деген мұқтаждық болған жоқ дейді. Бүкіл күш қуаты қайда түсті дейді? Өз тіліне түсті дейді. Осыдан ғибрат алсақ болады. Өйткені сол басқа тілді үйрену керек, бірақ Қадыр ағамыз айтқандай, өзге тілдің бәрін біл. Өз тіліңді құрметтеді. Біз бірінші қазақ болып алуымыз керек. Сол кезде ана алтын іргетасымызды қалап алсақ, сосын үйрене бер басқа тілдерді. Орысша үйренесің бе, немісше үйренесің бе, ағылшынша үйренесің, бол сенің өз еркің. Бірақ дәл қазір бізге ең керегі өз тілімізге деген құрмет, өз тілімізге деген мұқтаждық, және оны жай жалаң ұран деңгейінде емес, өйткені жалаң ұранмен ешкім үйренбейді тілді. Сана деңгейінде түсінуіміз керек осыны. Саналы түрде. Енді бұл ақыл деген нәрсе, сондай бір керемет нәрсе, ақыл деген. Бұл ақылдың негізгі, ақыл деген сөз өзі араб тілінен енген екен бізге. Ал арабша ғой, ғақыл дейді арабтар. Біз енді ғақылды ғы түсіп қалады. Көбінесе не дейміз, біз ақыл дейміз, ғы түсіп қалып тұр. Ал енді қараңыздар. Ал енді осы ақыл, араб тілі, яғни ислам дінімен бірге кірген арабшадан бұрын не деп аталды қазақта? Арабша ғой. Қазақша ақылды не деді? Қазақша кім айтады? Жоқ, санады арабша. Қазақтар ақылды не деген? Ес деген екен. Енді қараңыздар, қазақтың тілі қалай бұны ойнатады? Есі кірді дейді. Есі кірді. Есі шығып кетті. Есінен айырылды. Естияр. Есің барда елін тап. Сонда қазақтың төл сөзі ақылдан бұрын ол ес екен ғой. Ес. Енді қараңыздар. Бұл өзі ес деген сөз кеп қандай сөз шығады? Есу. Есу. Есуден кеп не шығады? Не еседі? Жел еседі. Жел. Осыдан кеп қазақта не деген сөз бар? Жел сөз дейді қазақ. Осы мынау біздің жырауларды айтсаңыз, Шалақым болсын, Тұрмағанбет болсын, Майлықожа болсын, сондай бір тіркестер бар. Құдай берген жел сөзді аяйын ба дейді. Айта ма? Міне. Сөйтсек былай екен ғой, бұл жел сөз есіп тұр қазір. Есіп тұр. Бірақ проблема бұл сөзде емес екен. Неде? Оны түсінуде екен ғой. Ол есіп тұр, бәрімізге. Ол сізге ғана есіп тұрған жоқ, сізге де есіп тұр. Бірақ біреу түсінеді, біреу түсінбейді. Вот проблема сонда ғой. Сөзде проблема емес. Баяғыда бір мысал айтайын сіздерге. Абайдың заманында Абайдың өзінің қолында өскен бір жігіт Семейге барып байып кетті. Содан енді байып кеткен, ақшаның буы бар. Сол айтады бір күні, кеудесін нампыс. Осы Абай дейсіңдер. Абайдың өзі бір сөз жоқ. Анау айтты, мынау айтты, оны мен де айта аламын деген ғой. Рас қой. Маған да айтады ғой, сіздің бір сөзіңіз жоқ. Абай айтты, Шәкәрім айтты, Мәшһүр айтты. Сен өзіңіз неге бірдеңе Омар айтты деген сөз жоқ па деп. Сөйдейді де маған да жұрт. Сосын Абай айтады ғой, дейді. Сонда Абай соған өлең шығарыпты. Мұндай. Жұрт айтпаған сөз бар ма дейді. Жұрт айтпаған сөз бар ма? Сөзге ұрлық жүре ме?
тегіс ұғар қайғылақ дейді. Сонда Абайға дейін бұл сөздер айтылған. Түгел сөздің түбір Майқы биге дейін бұл сөздер айтылған. Бірақ адамның адамшылығы дейді Абай айтады. Ақыл, ғылым, білімнің артықшылығымен дейді. Яғни адамның адамшылығы дейді. Осы айтылған сөздерді ақылымен ұғып алуымен артылады адамнан дейді. Әйтпесе, Абайды сіздер де оқисыздар, рас па? Шәкәрімді сіздер де оқисыздар. Сонда мен алдыма келген кезде көп тыңдармандар айтады ғой, аға, осының бәрін қайдан алып жатсыз? Біз де оқыдық қой Абайды. Неге сіз оқасыз, біз ұқпаймыз? Абайда ондай сөз жоқ қой дейді. Мен айтамын, міне тұр, оны мен 1000 рет оқыдым ғой дейді. Сонда мәселе сөзде емес екен. Сөз деген есіп тұр. Анау ата-бабадан келе жатқан сөз есіп тұр кәдімгідей. Енді соны не істеу керек? Соған не жетпей жатыр бізде? Соған настройка, волна жоқ та бізде. Лайв ете алмай жатырмыз да? Wi-Fi жоқ. Көрдіңіздер ме? Ана сөзді алу үшін сен соның толқынына дөп басуың керек қой. Сол жоқ қой біз сөз. Сосын естімейміз. Осыдан келіп, адам естіген кезде не болады дейді? Бұны есіп тұрған сөз адамның мына құлағынан кіріп, мына құлағынан шығып кетсе, ондай адамды ақбалақ дейді. Қазақ айтады, мысалы қазір осы тренингтен кейін шыққаннан кейін не айтты өзі? Түк түсінбедім мен. Не айтты десеңіз, сіздер кімсіздер? Ақпа-құлақ. Қазақ айтады, ақпа-құлаққа айтсаң ағып кетеді дейді. Ана ағып кетеді де, мұнжадан фиште кіреді, мұнжадан фиште шығып кетеді. Сондан қазақ айтады, ақпа-құлаққа айтсаң ағып кетеді, құйма-құлаққа айтсаң құй болады дейді. Бізге қандай құлақтар керек қазір? Құйма-құлақтар керек. Міне бүгін сіздер құйма-құлақтар жиналып отырсыздар. Өздеріңізге бір шапал ұрып қойыңыздар. Сонда, енді сөзді кімге айту керек деген? Сөзді кімге айту керек дегенде, біздің бабаларымыз айтады. Суды құятын жеріне құй дейді. Мысалы, тақыр жерге су құйсаң сіңбейді ғой. Суды құятын жеріне құй, сөзді ұғатын адамын айт дейді. Ұғатын адамын айт дейді. Біз, сіздерде бір жақсы сөз бар, қасқа деген. Біз қасқа көрінгенге сөз айтамыз ғой. Көрінгенге ақыл айтамыз. Болмайды деген. Бөлтірікшен айтады сонда. Бөлтірікшен бүй дейді. Жатқа сөйлеме дейді. Танымайтын адам ғой. Жатқа сөйлеме. Масқа сөйлеме. Жасқа сөйлеме. Ұрыға сөйлеме. Қарға сөйлеме дейді. Осылай деп айтып атсам, сонда бір студент деді маған, аға, сонда кімге сөйлейміз? Кімге сөйлеймін? Сонда қараңыздар, мысалы, кімге сөйлеу керек, соның өзін білу керек ғой. Кеше біз Берлинде болдық, Абайдың 75 жылы. Сонда неде бір маркетте қазақтың екі қызын кездестіріп қалдық. Біреу Павлодардікі, біреу Астананікі екен. Сосын олар енді жат қой бізге. Жат, танымаймыз. Бірақ енді қазақтығымыз ұстап, ана қызға айтып жатырмын, әй байқа, неміске тиіп кетпе демейді ғой. Енді қазақ болғанын айтуымызға парыз ғой. Неміске тиіп кетпе десем, өзім білем дейді ғой. Ана жерде шында да Абай айтады ғой. Өзімшіл наданға есті сөзді кейде айтқан кезде көңілдің көтерілетін де болады, кейде көңілің жер болатын болады дейді. Жер болдық қой. Болмайды екен негізі айтуға оған. Өйткені ол жатта саған әлі. Және жас. Ал жас адам өзі мас. Шәкәрім айтады ғой, мас күнде халқыңа сөз айтпа дейді. Кішкене трезвый кезінде айту керек дейді. Еліріп тұрған адамға сөз айтуға болмайды ғой. Сонда бұл сөзді ұққан адамға айту керек. Сонда Шәкәрім да осыны айтады, Мәшһүр да осыны айтады, Абай да осыны айтады. Сонда мынау сөзді кімге айту керек деген кезде бұл Мәшһүр айтады. Сөзді айт ұққанға дейді. Жанды жанға сұққанға. Айтып айтпай не керек, құлағын мақтамен тыққанға дейді. Осыдан келіп, мынау
қазақта өзі сөз білім екі түрлі болады екен. Біз ұға алмайтынымыз сол екен. Соны жазып қояйық сіздермен. Екі түрлі болады екен сөз. Бірінші, бұл бірінші білім. Біздің бірінші біліміміз сіздер көрініп отыр ма? Ау? Нану, білмеймін мен қалай көтеретінін. Көтере алсаңыздар, көтеріңіздер. Егер көтере алсаңыздар, көтеріп қойыңыздар. Ортасы былай қойсаңыз, мына жерге. Сонда бәріне көретін ортаға, дәл ортаға. Мына жерге қойсаңыз. Мынау бізге керегі де жоқ қойсын. Сөндіріп салсаңыздар болады. Мына жерге не қойсаңыз, біз скамейке мынаны қойып отыратын. Орындықта мына жерге қойсаңыз. Енді қараңыздар. Мынау бұл да бір мастер-класс. Неге? Өйткені сөзбен жұмыс істегеннен кейін білімнің түрлері, оны қалай сіңіреміз, үлкен нәрсе ғой. Біз білмейміз бұны, сөзсіз бе? Сондықтан біз сол үшін келіп отырмыз, білу үшін. Сонда білім екі түрлі болады екен. Біріншісі білім, бұл қал білімі дейді. Қал білімі. Қал білімі. Көріп тұрмысыздар де? Қал. Бұл қал дегеніміз арабтың қола деген сөзден шыққан екен. Қола Расулалла деп айтады ғой имамдар. Қола Расулалла деп айтады. Қола деген сөйлеу екен. Расулалла айтты, сөйледі. Сіздер білесіздер атақты Ихлас сүресінде. Құл хуаллаху ахад. Құл айт дейді, айт. Құл, қол, қал, бірақ түбір өзі. Айт, Алла жалғыз. Сонда қал білімі айту арқылы беруге болатын білім екен. Қал. Яғни бұл айтуға арқылы беруге білетін. Бұл білімді қандай дейміз? Айту арқылы беруге болатын білімді біз қандай? Сыртқы білім дейді екенбіз. Сыртқы білім. Міне қараңыздар енді, қазақтың тілі қандай? Көшеде танысыңызды кездестіріп қалдыңыз. Не дейсіз? Қалың қалай? Хәлің демейсің, қалың қалай? Яғни, тамақ іштің бе? Киімің бүтін бе? Проезға ақшаң бар ма? Не сұрап тұрсың? Сыртқы жағдайын. Қал, материалды жағдайын. Енді бір туысыңыз ауырып жатыр. Немесе бір досыңыз ауырып жатыр. Сонда қайда бар жатсың? Хәлін сұрауға бар жатыр. Екінші білім. Хәл білімі. Хәл білімі, бұның орысшасы қалай? Состояние. Состояние. Хәл. Сонда, мысалы, ауырып жатқан адам туралы біз, мысалы, ауырып жатқан адам қалын сұрауға бармайсың ғой? Қалың қалай деп, өзі ауырып жатқан адам ғой. Не дейсің? Хәліңіз қалай? Немесе қазақ айтады, о дүние мен бұл дүниенің арасында жатқан адамды қандай жағдай жатыр дейді? Әл үстінде жатыр. Хыт сұқап тұр, әл үстінде жатыр. Сөз бе? Хәл үстінде жатыр. Байқап отырсыздар ма? Хәл. Мысалы, хәл үстінде жатқан адамның хәлін түсіну үшін сен сол толқында болуың керек. Хәл. Мысалы, Қайрат Нұртастың ауырмай жүрек деген өлең бар ғой. Мысалы, оны түсіну үшін қандай хәлде болу керек? Ғашықтық, иә. Ғашық емес адам айтады, сөндірші айнан. Сұңқылдатпай сөндірші. Неге? Өйткені онда хәл жоқ та. Түсінбейді оны. Құдай сақтасын, жылатпай сөндірші дейді. Ал ғашық адам Қайратпен қосып жылайды ғой. Беріліп, пора. Неге? Онда не бар? Хәл бар. Әні. Бүгін сондықтан сіздер қазір хәлге кірмесеңіздер, осы атмосфераға кірмесеңіз. Көп адамдар айтады, мысалы, студенттер бір айтады, неге сабаққа қатыспадың десем айтады, ағай мен көшіріп аламын дейді. Олар түсінбейді, көшірілмейтін нәрселер бар, сөз. Ол осы атмосфера, осы залдағы орнаған хәл, оны сен қалай көшіресің? Мысалы, ғашықтық ол хәл ғой. Білесіздер ме? Иә. Сонда бір жігіт кімге досы Абу Хамид Газалиге хат жазыпты. Ол не екен? Белсіз екен. Белсіз де? Белсіз. Импотент дейді ғой. Белсіз адамда ғашықтық болмайды екен ғой. Сол жазыпты. Құрметті достым, ғашықтық деген не? Соны маған жазып жіберіңізші деген ғой. Сонда кім айтады дейді. Абу Хамид жауап берді.
құрметті достым, мен сені тек қана импотент деп жүрсем, сен әрі ақымақ екенсің ғой. Ол берілмейді ғой ол. Сен қалай мысалы сен? Сонда мынау екінші білім екен, бұл хал білімі. Енді бұл, мысалы, мынау қал білімін беруге болады екен. Беруге болады. Мысалы, филология, грамматика, синтаксис, жеті септік, барлығы ашылған, барлығы дайын. Тек не істейсіз? Бересіз. Айтасыз, балалар, жазбаңыздар. Грамматика деген мынау, синтакс деген мынау, фонетика деген мынау. Бәрі дайын. Дұрыс па? Мұнаны беруге болады. Сондан бұны беретін адамды кім дейміз біз? Преподаватель. Қараңыздар. Пре дегеніміз передвигаться, бір кеңістікті береді. Содан давать дегеніміз беру. По дегеніміз бере білу. Поднос. Оны педагогика үйретеді. Преподаватель деген не? Дайын білімді беруші. Мысалы, айтасыз, балалар, жазбаңыздар. Синтаксис деген мынау, грамматика деген мынау. Өз кезегінде ол мектепке барып айтады. Балалар, дәптерлеріңізді ашыңыздар, жазбаңыздар. Сол преподаватель, а? Жоқ, преподаватель, енді робот деп кемсітпейік оларды. Жаны бар, бәрі бар. Біз бірден дайын тұрамыз, робот деп. Жоқ, ол преподаватель, ол беруге болады. Мысалы, сіздерге айтайын. Мысалы, қараңыздар. Тіпті дін ғылымының өзінде осы бұны дінде не дейді бұл? Дайын білімдер жүйесін. Дінде дайын білімдер жүйесін нақлия дейді. Нақлия. Қазақта нақыл деген сөз бар, Нақыл. Нақыл деген не? Дайын білімдер жүйесі. Нақыл. Мысалы, қандай нақыл? Таспен жапалақ тұрсында жапалақ өледі. Жапалақпен тас тұрсында жапалақ өледі. Бұл не? Нақыл. Дайын. Сонда негізінен көп адамдарға негізінен осы нақылды игерудің өзі, мысалы, нақылмен ақ өмір сүруге болады екен негізінен. Нақылмен өмір сүруге болады. Оған көп ақылдың қажеті жоқ. Мысалы, қазақ айтады ғой, мысалы, болмайды. Неге болмайды? Өйткені айтады, осындай, болды. Ойланбайсың, нақылды, таза білімді қабылдай бересіз. Енді Абай айтады сонда, бұл нақлияға жүйріктерді біз кім деп атаймыз дейді? Ғалымдар деп атаймыз дейді. Бұл нақлияға жүйріктерді кім деп атаймыз? Ғалымдар. Ғалым. Мысалы, ислам дінінде екі нақлия бар, ол Құран мен хадис. Екеуі де дайын. Құран дайын кеп тұр, хадистерді дайын кеп тұр. Бұл нақлия. Екінші білім бар, ол сыртқы емес, ішкі білім. Бұған енді не керек? Өзің ойлануың керек. Өзің сезінуің керек. Сонда бұны хал білімі дейді. Хал білімі, яғни ішкі состояние, немесе бұны не дейді Абай? Ғақлия дейді. Анау нақлия, мынау не? Ғақлия. Түбірі ақыл. Міне, ақыл шықты. Мысалы, тас бас жарады, Тас бас жарады. Тіл тас жарады. Тас жармаса бас жарады. Мысалы, нақыл ретінде қабылдасаң, мысалы, ол жеткілікті. Сенің жаңағыдай қауіпсіз, өзің аман есен аяғыңды алып жүру үшін жетіп жатыр. Оны нақыл ретінде қабылдай салсаң. Бірақ кейбір адамдар, мысалы, бұған қанағаттанбайды. Неге тіл тас жарады? Неге тіл тас жармаса бас жарады депті? Сол сөздің енді ақиқатына өздері жеткісі келеді. Ақиқатқа құмар болып, соның себебін іздейді. Міне сондықтан
біз бұларды дейді сол жаңағы дайын сөзге қанағаттанбай сол сөздің ішіндегі ақиқатқа ұмтылушыларды біз енді абай дейді ақиқатқа ғашық болып іздерлеп соның себебін іздеушілерге біз кім деп ат қойдық дейді? Хаким деп ат қойдық дейді. Әне. Сонда біз абайды кім дейміз? Хакім, міне. Сөздер ме? Сонда екі білім бар. Біреуі дайын білімдер жүйесі, оны арабтар захири дейді. Захири сыртқы деген сөз. Захири. Осыдан келіп зайырлы деген сөз осыдан шығады екен. Зайырлы. Біз зайырлы мемлекет дейміз ғой. Захириден шығады. Яғни көзге көрініп тұрған анық, айқын мемлекетпіз. Зайырлы мемлекетпіз. Сонда абай айтады ғой. Әрбір хакім ғалым дейді. Әрбір хакім ғалым. Неге? Өйткені сөздің ішіне кіру үшін бірінші сыртын меңгересің. Дұрыс па? Яғни сөздің ішіндегі ақиқатқа жету үшін бірінші нақылияны меңгересің. Сондан әрбір хакім ғалым дейді, бірақ әрбір ғалым хакім емес дейді. Әрбір ғалым хакім емес. Өйткені сөздің ішіне кіру. Мысалы, біз айтамыз, бірінші байлық денсаулық дейміз, бәріміз айтамыз, нақыл деңгейінде. Бірақ оны сана деңгейінде көбісіміз түсінбейміз. Рас па? Оны түсіну үшін не істеу керек? Ауыру керек. Ауырған кезде, Құдай-ай, осыдан жазылсам, уақытында ұйықтаймын, жатарда ет жемеймін, арақ ішпеймін. Құдай-ай, тек жаза көрші дейміз де, жазылғаннан кейін. Ішіп алғанда не демейсің? Ұмыт кетеміз де бәрін қайттан. Яғни анау ауру не? Бізге не сыйлайды? Хал сыйлайды. Сөйтіп сол ауру арқылы анау айтылған сөздің несіне кіреміз біз? Ішіне кіреміз, сөз ақиқатына. Ал кейбір адамдар бар, ауырмай-ақ түсінеді оны. Міндетті емес ауру. Міне сонда ақыл қайда болады екен? Ақыл сөздің ішінде болады екен. Ішінде. Оны әркім ала алмайды. Мысалы, саналы адамға, ал сана деген не? Мына қараңыздар. Мынау бүгінгі семинар өте күрделі семинар. Неге? Өйткені қараңыздар. Бұлай мен ойнап күліп айтқанмен, бірақ сіздерді қорқытпайын деп ойнап күліп отырмыз ғой. Негізі өте күрделі семинар да мынау. Неге? Өйткені біз қазір кезде ақыл деген не? Оны қалай ұғамыз? Өйткені енді қазір осы келген адамдар мысалы ақылды білгісі келіп отыр. Ақылды болғысы келеді, біз шаршадық ақмақ болудан мысалы. Бірақ ақылды болу оңай емес екен. Неге? Кішкене миды не істеу керек? Қозғалту керек. Ми үйреніп алған қозғалмауға. Қазір миларыңыз ойбайлап жатыр, нәпсілеріңіз. Құдай-ай, қайдан келді? Өйткені ми үйренгенде ойланбауға. Мысалы қазақ айтасың, ойланбайсың ба десең айтады, қазақ айтады бүй дейді. Қойшы, онсыз да өмір қиын. Не хватало енді, жетпеген енді, миымды ауыртып. Ойланғандар да өледі, ойланбағандар да өледі. Байқайсыздар ма? Яғни, мынау адамға сапарға шыққанда мың алдынан не шығады ғой? Кедергілер. Сонда ең үлкен кедергі ол өзіміз екен ғой. Сонда кім айтады ғой? Қазіргі батыс әлемнің жүйріктерінің бір ғалымдары Брайан Трейси айтады ғой. Адамның дейді, ең үлкен кедергісі оның миында дейді. Миында. Міне сонда, сол сөздің ішіне кіру мәселе. Ең үлкен проблема сол екен ғой, сөздің ішіне кіру. Ақыл негізі сыртта жоқ екен ешқандай. Ішінде, бәрі ішінде. Міне соны айтып отырмын, сонда мына хал білімі. Енді қараңыздар. Абай айтады. Сонда адамның сапасы дейді. Адамның сапасы немен анықталады? Немен анықталады? Ақылымен, яғни адамның сапасы тыңдай білумен анықталады дейді. Сонда абай айтады. Кейбіреуі тыңдар үйден шыққанша дейді. Мысалы қазір семинарға келіп отырсыздар ғой, кейбіреуі тыңдайды. Құдай қашан бітеді? Енді келіп қалды, мәжбүр да үйден шыққанша ғана тыңдайды сені. Сонда қараңыз, кейбіреуі ол мәжбүр, мұқтаж тыңдауға, неге үйде отыр өйткені? Кетіп қалуға ұялады. Тыңдағысы келіп отқан жоқ бірақ.
Ақша төлеп қойған құрышыншы деп жаңағы отыр. Сонда абай айтады, кейбіреу тыңдар үйден шыққанша. Кейбіреу дейді, тыңдар ұққанша дейді. Ол енді кішкене, одан кішкене сәл жоғарылау адамдар. Тырысады ұғуға. Не айтып отыр? Кейбіреу тыңдар үйден шыққанша. Кейбіреу тыңдар сөзді ұққанша. Енді высший, ең жоғарғы адамдар қандай болады дегенде? Сонда айтады. Сөз мәнісін білерлік кейбіреу бар. Абайлар әрбір сөзді өз халінше дейді. Бұл жоғарғы адамдар, ең ақылды адамдар. Сонда адамдар үшке бөлінеді. Үйден шыққанша тыңдайтындар, ұққанша тыңдайтындар, және сөз мәнісін біліп, абайлар әрбір сөзді өз халінше дейді. Яғни ана сөздің халіне ене алатындар. Бұлар енді өте мықты адамдар. Сонда қазақтар қараңыздар. Біреу білмегенде, біреу біледі дейді. Айта ма қазақ? Сонда мына бір сөз айтылды. Бір адамға ол ештеңе айтып тұрған жоқ. Осыған немене? Немене осыған жылайды осы сөзге? Біреу білмегенде, біреу біледі дейді. Біреу жылағанға, біреу күледі дейді. Жылап тұрған кім? Сөздің ішіне кіріп, сол сөздің халіне енген адам жылайды. Қазақ қалай мына тіл бәрін осын шіктеп, жіліктеп, майын тамызып, орын қойып қойған қазақтың тілі. Біреу білмегенде біреу біледі, біреу жылағанға біреу күледі дейді. Мысалы, біреудің туысқаны өліп жатса, мысалы, ол жылайды ғой, халі бар да онда. Бір адамдар бар, бейіттің басында күліп тұрады мысалы. Рас па? Күліп, ойнап, неге онда не жоқ? Хәл жоқ. Сонда ол анадан түсінбейді. Ол ойлайды, неге ол жылап тұр? Сезіне алмайды, неге? Өйткені ол бейіттің басына не үшін барған? Әйтеуір кемет деп айтпасын деп. Ұялғаннан, әдеп сақтап. Міне сонда біз сіздермен қазір сол халге түсуіміз керек. Халге. Егер халге түсе алмасақ, онда мені ұқпайсыздар. Не айтып тұр мына кісі дейсіздер. Сонда енді қараңыздар, осыған байланысты енді бұл хал білімнің берілу методикасы қандай дегенде мәшһүр айтып отыр. Сөзді айт ұққанға. Сонда есту бар, ұғу бар. Сөзді айт ұққанға, жанды жанға сұққанға. Енді осы хал білімін алу үшін сіздер өздеріңіз жандарыңызды менің жаныма мәсіне галошқа сұққандай, қазақша айтып отырмын, сұқып қою керек екен бұлай. Не дейді бұны? Bluetooth? Bluetooth, Wi-Fi. Bluetooth деген бар ғой, бір сотка, екінші соткаға не істейді? Кіргетті. Сол сияқты міне, бұл осы екен. Содан сіздер қазір кезде алаңдап отырсаңыздар, мысалы, көңілдеріңізде алаң болса, байым не істеп жүр екен? Қатын не істеп жатыр? Балам тамақ ішті ме? Деп алаңдасаңыздар, онда халге кіре алмайсыздар. Ал халға кіре алмағаннан кейін мен сөзімді ұқпайсыздар. Сонда қазақтың бүкіл мәдениеті ол қандай? Ол хал білімі. Мысалы, айналайын деген сөз бар. Ол хал ғой. Түсінбеген адамға ол кружусь вокруг тебя. Ол түсінбейді оны. Ол айналайын дейді ғой. Ол халмен айту керек оны, сөзсіз бе? Мына халсіз айтсаң, айналайын десе, мен айналып жынсың ба? Неге айналасың мен? Хал жоқ, сөзсіз бе? Сонда қазақтың әрбір сөзі тек қана халі бар адамдар ұғады. Сонда ана сіздер білесіздер ғой, оңтүстікте енді сіздерде де бар шығар. Бар шығар сіздерде де. Болу керек. Алма ағашын егесіздер ғой. Алма ағашын еккен кезде бір бұтаны, алма ағашының бұтасын кесіп, екінші бұтаны будансыздастырады екен ғой. Міне тура осы хал білімін беру дейді. Мәшһүр айтады, тура сондай процесс дейді. Міне мынаны кестіңіз мына жерде, екінші бұтаны не істедіңіз мына жерге?
Бұны оңтүстікте пайуандау деп атайды екен. Пайуандау. Міне, хал білімнің берілу методикасы. Абайды адамдар неге түсінбейді? Өйткені не жоқ адамдарда? Абайдың халі жоқ. Мысалы, Абайды қараңыздар. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым дейді. Хал, бүкіл халық сүйіп тұр. Бүкіл халыққа деген махаббаты бар Абайда. Сонда Абайды түсіну үшін, Абайдың халіне ену үшін халықты сүю керек. Ол біреулер, мысалы, Абай халықты сынады дейді. Сынады. Біреулер тіпті айтады, мысалы, түсінбегендер Абайды. Абайды мектепте оқытуға болмайды дейді. Неге? Өйткені Абайды оқыған адам қазақты жек көріп кетеді дейді. Сонда мен айтам, кешіріңіздер, Абай қазақты сынаған жоқ негізінен. Абай қазақты өзінің биігіне қарай шақырды. Сөйтіп оқу керек. Абай өзі биікке шығып алды да, қазақ қайтып отыр. Қамалмай, адаспай, бері қарай кел дейді. Жалпы Абай сынаған жоқ. Өзінің биігіне шақырды деп мен солай түсінемін. Қалай қарайсыздар? Дұрыс па? Сонда ғана біз Абайға жақындаймыз. Ал енді көтенге өкпелеген құл құсап, Абай бізді сынады деп тас бүркетіп жатып алсақ, міне сонда қараңыздар. Енді сонда ақыл дегеніміз не екен? Ақыл дегеніміз сол сөздің ішіне не істеу? Кіру. Болды. Сөздің сыртында ештеңе жоқ. Мысалы, Абайды айтып, бәрі жаттап отыр ғой. Қыс, жаз, күз, ғылым таппай мақтанба. Сонда ақылды болып отқан бала жоқ. Енді оны не істеу керек? Ішіне кіру керек. Ақылын бәрі сонда жатыр. Сонда Шәкәрім айтады ғой, Абай бір саудагер ғой, ақыл сатқан дейді. Жүріңдер, жастар, Абайға баралық дейді. Ақылын алып қайталық дейді. Енді мұнысы қараңыздар, Абай айтады. Ғылым таппай мақтанба дедік, сырты оның бар. Енді ішіне кірейік. Біз осы Абайды орындап жүрміз, біз қазір қазақ мақтанамыз, немен мақтанамыз? Біздің жеріміз әлемдегі 9 орын алады. Мұнайымыз бар, газымыз бар. Тағы немен мақтанамыз? Менделеевтің бүкіл таблицасы бізде. Біз қазақ қонақ жайымыз. Біз батыр халықпыз. Қанымыз таза. Қыздарымыз керемет біздің деп, бүкіл қыздарымызды әлемге шашып жібердік. Қаңғыртып жібердік. Ал Абай айтады, ғылым таппай мақтанба дейді. Қайда ғылым бізде? Велосипед шығармаймыз біз. Ине шығармаймыз. Мәшіне шығармаймыз. Бізде ғылым жоқ қой. Міне біздің Абайға ішіне кіре алмағанымыз. Жалпы доғары көріп қой қалған мақтанның бәрін. Абай айтады, қалған мақтанның бәрі бос әурешілік. Мақтанба. Өйткені шығыста бір сөз бар. Ақылды саудагер дейді, байлығын жасырады дейді. Біз көрші бір орыс, Қарағандыда мен тұрғанда бір көрші орыс кемпір болды. Бабаня деген ба? Бабаня ма сондай? Сұраймыз ғой, огород, көні бой огородын шықпайды ғой, әже. Сосын күзге қарай сұраймыз ғой, бабаня, ну как? Огород, ой, плохо. Ешқашан айтпайды ғой. Анау. Міне ол мәдениет та. Біз не дейміз? Құдайға шүкір. Құдайға шүкір. Құдайға шүкір. Мақтанамыз. Сосын ертеңі тіл тиді ме? Көз тиді ме? Трапай асып ауырып жатамыз сосын. Неге? Мақтануға болмайды. Абай айтады сонда. Міне бірақ сөзін айтып отырмын сіздерге. Ғылым таппай мақтанба дейді болды. Егер сенің балаң ғылым таппаса, мақтанба. Менің балам крутой. Бой 2 метр. Тамақты 5 адам тамағын ішеді. Ол мақтанатын нәрсе емес. Сөз бе?
егер сенің балаң ғылым білімге махаббат оянып бір жаңалық ашса, сонда ғана мақтануға болады. Болды. Мен сіздерге бірақ нәрсе, бірақ сөйлемін айттым Абайдың. Міне. Біз не істедік? Ішіне кірдік, а? Кірдік па? А біз осының бәрі жаттадық мектепте. Ғылым таппай мақтап. Міне бірақ сөз Абайдың. Ғылым таппай мақтанба. Сондан біз қазіргі кезде Абайдың жылы дейміз ғой. Абайдың жылы. Абайдың өсиетін орындамай отырмыз. Ғылым жоқ қой бізде.